Сәлеметсіздер ме? Бәріңізге тағы да фильм қысқаша мазмұнымен оралып отырмын. Бұл видеода мен 2022 жылғы психологиялық триллер фильмдерінің бірі Soft Quiet фильмін қысқаша баяндап беремін. Сюжетке көшпес бұрын, бәріңізге бақытты және тамаша күн тілеймін. Енді бірден сюжетке көшейік. Фильм әйелдің Эмилидің ваннаға кіріп, жүктілік тестін нервті түрде жасайтын сәтімен басталады. Бірақ нәтиже ол күткендей болмайды, бұл оны қатты күйзеліске түсіреді. Ғимараттан шыққан соң ол кішкентай ұлға жақындайды және біз Эмилидің бастауыш сынып мұғалімі екенін білеміз. Бұл ұлдың анасы оны алып кетуге кешігіп қалған екен, сондықтан Эмили онымен әңгімелесе бастайды. Бірақ оның назары бірден прибиральщицаға, жанұяшыға ауады. Ол ұлға әйелге барып, ол кеткенге дейін еденді сүртпеуін айтуды сұрайды, өйткені ол жарақат алуы мүмкін. Ол қиналады, бірақ Эмили оған ер адам бол, өзің үшін тұр деп айтады. Ол жанұяшыға жақындай бергенде оның анасы мектепке келіп қалады. Эмили жағдайды асыра сілтеп, жанұяшы ұл жүріп келе жатқан кезде еден сүртіп жатқанын, ұлдың тайып құлауға аз қалғанын айтады және оған өзі үшін тұруды сұрағанын жеткізеді. Ұлдың анасы оған алғыс айтып, сен тамаша ана боласың дейді. Бұл сөз Эмилиді қатты толқытады. Ана мен ұл кеткен соң Эмили де мектептен шығады. Қолына тамақ алып, алдын ала жоспарланған достарымен кездесуіне бет алады. Жолда ол түрмеден біреудің қоңырау шалғанын көреді, бірақ жауап бермейді. Ол шағын орман жолымен жүріп келе жатқанда бір әйелді жоғалып қалған күйде көреді. Әйел өзінің досы Кимді іздеп жүргенін айтады. Эмили де сол Киммен кездесетінін, бұл шағын жиынды өзі ұйымдастырып отырғанын айтады. Әйел өзін Лесли деп таныстырады. Содан кейін екеуі бірге жүре бастайды. Көп ұзамай олар шіркеуге кіреді, онда бірнеше әйелдер күтіп тұрған екен. Олар Эмилиді қуана-қуана қарсы алады. Эмили өзінің пирогын үстелге қояды да, кенеттен нацистердің символы, свастика белгісін көреді. Бірақ ешкім бұған наразы болмайды, керісінше күліп, бұл өте қалыпты нәрсе сияқты қабылдайды. Пирогты бәрімен бөліскен соң Эмили жиынды бастап, өзінің мұрасымен мақтанатынын айтады. Эмили ашылады және ана болғысы келетінін, бірақ әзірге сәтті болмағанын айтады. Ол Құдайдың оның үшін үлкен бір нәрсе дайындап қойғанын ойлайды және ол нәрсе осы клуб деп санайды. Ол бәріне өз тарихтарын айтуды ұсынады. Содан кейін біз олардың клубының атын көреміз. Daughters for Aryan Unity, әрийлік бірлік үшін қыздар. Келесі сөз сөйлеген әйел Марджори. Ол 2 жыл бойы бір компанияда қажымай еңбек еткенін, жоғарылауды күткенін, бірақ менеджері сол лауазымды колумбиялық қызға бергенін айтады. Сол қыз Марджориден кейін жұмысқа келген болатын. Ол менеджерден сұрағанда, менеджер оған сенің көшбасшылық қабілетің жоқ деп жауап берген. Бірақ Марджоридің ойынша бұл тек сол қыздың қоңыр терісі үшін жасалған, өйткені қазір компаниялар тек әртүрлілікке мән береді. Ол бұл әділетсіздік деп санайды. Эмили мен басқа әйелдер онымен толық келіседі. Марджори сонымен қатар азиялықтар келіп, барлық компанияларды тартып алып жатқанын, өз елі мен өзі үшін ештеңе қалмағанын шағымданады. Сол кезде басқа әйелдер жек көрушілік белгісін көрсететін қол қимылын жасайды. Бұл Марджориді жұбатады. Одан кейін басқа әйел Элис сөз алады. Ол бұл қауымға жалғыздықтан қосылғанын айтады. Ол сонымен қатар Black Lives Matter қозғалысынан қатты мазасызданатынын, олардың да өмірі маңызды, бірақ ешкім ол туралы айтпайды дейді. Ол осыны ойлағанда қатты күйзеліп кетеді, сондықтан басқа әйел Джессика оны жұбатуға келеді. Келесі Джессика өз тарихын айтады. Оның әкесі Небраскадағы ақ нәсілшіл топ КК-ның президенті болғанын, өзі өмір бойы сол топтың мүшесі екенін айтады. Ол оларды үлкен қорқынышты құбыжықтар етіп көрсететінін, ал өзі тек 4 баланың анасы және 5-шісіне жүкті қарапайым адам екенін айтады. Ол мультикультурализм ешқашан жұмыс істемейтініне сенімді, сондықтан осы топқа осындай ойлары бірдей адамдармен кездесу үшін келгенін айтады. Одан кейін Ким сөз алады. Ол 2 баланың анасы екенін, тағы балаларды қаласа да, олар қымбат болғанын айтады. Ол несие алғысы келген, бірақ еврей иелігіндегі банк бас тартқан. Ол осы адамдар елді баяу басып алып жатқанына қынжылады. Ол өз дүкенін жүргізетінін, онда иммигрант балалар келіп, шу шығарып, заттарды ұрлайтынын айтады.
Ким сонымен қатар өзімен Эмили жаңалықтар бюллетендері мен журналдар шығарып, өз идеяларын көп адамға таратуды жоспарлап отырғанын айтады. Содан кейін Лесли сөз алады. Ол бұрынғы сотталған екенін, жақында түрмеден шыққанын, одан кейін Ким оны қабылдағанын айтады. Ол Кимге өте риза, сондықтан оның шақыруымен осында келгенін және қолынан келген көмекті көрсетуге дайын екенін айтады. Келесі Эмили тағы сөйлей бастайды. Ол феминизм ер адамдықты жойып, отбасын бұзып жатқанын айтады. Ол қатты толқып кетеді, сондықтан әйелдер оның сұлулығын мақтап, жиынды ұйымдастырып жатқаны үшін оны мадақтайды. Олар жиынның жазбаларын алып, барлығына имейл жіберуді ұсынады, бірақ Джессика мұндай із қалдырмағанымыз жөн дейді. Бұл Эмилиді ренжітеді, және ол біз не айттық, қорқатындай заңсыз нәрсе болды ма? деп сұрайды. Кейін Ким үйде оқу материалдары керек екенін, өйткені мектепте балаларға үйрететін нәрселер ұнамайтынын айтады. Эмили көмектесуге уәде береді. Ол өзінің арманы балаларға арналған кітап жазу екенін айтады. Лесли одан да үлкен арманда болашақта өз мектебіңді аш дейді. Эмили бұл идеяны ұнатады. Содан кейін ол өзінің суреттерін көрсетеді, және оларды ағасынан үйренгенін айтады. Жиын жалғаса бергенде әйелдер басқа қауымдарды қаттырақ сөгіп, қорлай бастайды. Марджори аймақтағы барлық иммигранттардың тізімін жасап, олардың қайда тұратынын білу керек деп ұсынады. Элис тіпті африкалық ата-аналарды балаларының алдында ұрсу керек, сонда балалары ата-анасының ұяттың себебі екенін түсінеді деп айтады. Сол кезде жиынды шіркеу қызметшісі үзеді. Ол Эмилиді жеке әңгімеге шақырады. Ол әйелдердің айтқан сөздеріне қатты шошып, Эмилидің тобын дереу кетуді сұрайды және ешкімге хабарламайтынын уәде етеді. Эмили көңілі қалған күйде, бетін сақтап қалу үшін достарын шарап ішуге шақырады. Ким, Джессика және Элис жұмыстары бар деп бас тартады, бірақ қалған әйелдер келіседі. Шіркеуден шыққан соң олар алдымен Кимнің дүкеніне шарап алу үшін барады. Эмили күйеуі Крейгке телефон соғып, оны дүкеннен алып кетуін сұрайды, ол келіседі. Ким Лесли, Эмили және Марджориді көлігіне отырғызып, жүріп кетеді. Жолда Лесли өзінде винтаждық киімдер бар екенін, оларды сатып, ақшасын журналдарына қайырымдылыққа беретінін айтады. Бірақ оларға модель керек, ол Эмилиді өте әдемі болғандықтан сұрайды. Эмили бұл мақтауға риза болып көмектесуге келіседі. Көп ұзамай топ дүкенге келеді. Эмили шарап іздей бастайды. Бірнеше минуттан кейін екі аралас азиялық қарындас, Ан және Лили дүкенге кіреді. Бұл Эмилиді бірден жасырынуға мәжбүр етеді. Ким мен Лесли оларды көргенде бірден дұшпандықпен қарсы алып, дүкен жабық деп шығарып жіберуді талап етеді. Ан тек жылдам шарап алып кететінін, қымбат шарапты сатып алатынын уәде етеді. Бірақ Ким қызмет көрсетуден бас тартады. Лили ашуланып, оны қорлайды. Содан кейін Лили қашықта Эмилиді байқайды, бұл оны ыңғайсыздандырады және ол кетуге тырысады. Бірақ Эмили оларды тоқтатып, уәде еткен ең қымбат шарапты сатып алуды бұйырады. Ан мәжбүр болып $300 шарапты сатып алады. Қыздар кетуге ыңғайланғанда Марджори оларды тоқтатып, Аннан сен жезөкше ме әлде ұры ма? деп сұрайды, өйткені қолында көп ақша бар. Ан ол официант екенін түсіндіреді, бірақ барлық нәсілшіл әйелдер қыздарға әртүрлі қорлаушы сөздер айта бастайды. Марджори Анды itергенде Лили қарындасын қорғайды, бұл төбелеске әкеледі. Сонда Ким қыздарға мылтық ұстап, оларды шығарып жібереді. Кетерде Лили оларды қорлап, Эмилидің ағасында жамандайды. Мұнда Эмилидің ағасы Анды ұрған үшін түрмеде отырғаны ашылады. Эмили есінен танады. Сол кезде Крейг келіп, не болып жатыр? деп сұрайды. Ким сол қыз Эмилидің ағасын түрмеге отырғызғанын және оны қорлағанын айтады. Эмили әлі де жылап тұрғанда Лесли Анның үйіне барып кек қайтарайық дейді. Марджори де бұл идеяны қолдайды. Лесли көп ештеңе істемейміз, олардың ваннасын ластаймыз немесе паспорттарын ұрлаймыз дейді. Эмили сенімсіз, бірақ Ким де қолдайтынын айтқан соң келіседі. Крейг бұл идеяға қарсы, бұл қылмыс дейді. Эмили оған әйеліңді басқалар қорлап жатқанда қорқақ болғың келе ме? деп сұрайды. Ақырында Крейг мәжбүр болып келіседі, бірақ әйелдерге телефондарын дүкенде қалдыруды айтады, сонда полиция ізін таппайды.
Содан кейін топ көлікке мініп, Эмили оларды Анның үйіне апарады. Үй сәнді қала маңында орналасқан. Олар үйге келгенде, Марджори бұл менің пәтерімнен үлкен екен дейді. Эмили Анның бұл үйді қайтыс болған анасынан мұраға алғанын айтады. Ішінде ешкім жоқ екенін, тек күшік бар екенін байқап, үйге кіруге шешім қабылдайды. Лесли жасырын кілтті табады. Олар үйге кіріп, бүлік шығара бастайды. Крейг оларға 4 минут уақыт беріп, сыртқа күзетке шығады. Әйелдер тоңазытқыштан сыра алып іше бастайды. Марджори пианино ойнайды, Лесли шыны ыдысты сындырады. Осы кезде Эмили мен Ким жатын бөлмеге кіріп, паспорт іздейді. Ким паспортты табады. Әйелдер қуанып, келесі не істеу керектігін талқылайды. Крейг келіп кетуді талап етеді, бірақ олар тыңдамайды және паспортты сол жерде өртеп жібермек болады. Сол кезде сыртта біреу келіп тоқтайды. Топ бірден жасырынады. Крейг әйелі оны осы жағдайға әкелгеніне қатты ашуланады. Бірнеше минуттан кейін Ан үйге кіреді. Итін таппай үйдің бүлінгенін көріп, біреу кіргенін бірден түсінеді. Ол көмек шақыруға шығады, бірақ Крейг салдарынан қорқып, оны ұстап, үйге сүйреп әкеледі. Ол үрейленіп кешірім сұрап, бұл жай әзіл еді дейді. Әйелдер тез арада Анды байлап, аузын таспамен жабады. Мұны көрген Крейг жағдайдың бақылаудан шығып бара жатқанын түсініп, тоқтаңдар, бұл енді ауыр қылмыс дейді. Ешкім тыңдамаған соң ол жалғыз кетуге шешім қабылдайды. Сыртта Лилиді көріп, ол полиция шақыруы мүмкін деп қорқып, оны да ұстап, үйге әкеледі. Бірақ енді Ким мылтығын шығарып, қарсылық көрсетсе өлтіремін деп қорқытады. Эмили үрейленген күйеуін тыныштандыруға тырысады, бірақ Крейг оны қарғап, үйден ашуланып шығып кетеді. Лесли Эмилиге біз оған мұқтаж емеспіз, сен ондай қорқақ күйеуге лайықсың ба дейді. Кейін нәсілшіл әйелдер жеке талқылайды. Лесли қыздарды соншалықты қорқытуымыз керек, полицияға баруға батылы бармасын дейді. Ким балалары туралы ойлап жылай бастайды. Лесли оған алаңдамауды, қалалық полициямен жақсы қарым-қатынасы бар екенін, барлық ізді жоюға болатынын айтады. Басқа әйелдер келіседі. Содан кейін олар қыздарға жақындап, оларды қорлай бастайды. Марджори қатты музыка қосып ішіп, ләззат алады. Одан да жаманы, олар Лилиге мәжбүрлеп жержаңғақ салып, аузына алкоголь құяды. Қалың кремді шашына жағып, Анды да азаптайды. Марджори Анның телефонымен видео түсіреді. Бұл Эмилиді қатты ашуландырады, өйткені видео оларды әшкерелеуі мүмкін. Бірнеше минуттан кейін Лили тыныс алуы қиындап, тұншыға бастайды. Бұл барлығын үрейлендіреді. Олар таспаны алып тастағанда Лили қатты айқайлап, қарындасының жержаңғаққа аллергиясы бар екенін, оған эпепін керек екенін айтады. Лили аузынан көбік шыға бастайды, ал Ан әйелдерден қарындасына көмектесуді жалбарынады. Көп ұзамай Лесли эпатын әкеледі, бірақ кеш болады, қыз қайтыс болып үлгерген. Бұл Анды қатты есеңгіретеді, ал Лесли мүлдем алаңдамай, олардың өз кінәсі бізді қорлаған үшін дейді. Қатты үрейленген Эмили Леслиді бәріне кінәлайды, ал Лесли біздің бәріміз сен үшін істедік деп ақталады. Марджори ешкімнің кінәсі жоқ, біз қыздың аллергиясы барын білмедік деп айқайлайды. Бір сәт ойланған соң Эмили өзіне келеді, бәріне қолғап киюді айтады, сонда іздерін жоя алады. Сол кезде зұлым Лесли тағы бір оғаш идея айтады. Бұл шабуыл сияқты болуы керек, сонда ешкім әйелдердің кінәлі екенін ойламайды. Достары келіседі. Лесли сәбізді пайдаланып, Анды қорқынышты түрде зорлайды және бұның бәрі сенің кінәң деп айтады. Бейшара әйел ауырғаннан айқайлап, рахым сұрайды, бірақ Лесли психопат сияқты ешқандай аяушылық танытпайды. Кейін Эмили Леслиге бұрын айқайлаған үшін кешірім сұрайды, өйткені үрейленген еді. Ол мен мұны істей алмаймын, Анды өзің шеш дейді. Лесли бұған еш қиналмай келіседі. Осындай ауыр сәтте де Лесли өзінің киім дүкені туралы айтып, Эмилиден модель болуды сұрайды. Эмили келіседі. Содан кейін Лесли жастық алып, Анды тұншықтырып өлтіреді, ал Эмили іздерді тазалауға асығады. Көп ұзамай әйелдер өліктерді үлкен қапқа салып, көліктеріне тиейді. Марджори бәріне байланысты дүрлігіп, панасатқа ұшырайды. Эмили оған тыныс алуға көмектесіп, тыныштандырады. Олар бір-бірін өліктерді көлге тастасақ, қайтып келіп тазалаймыз, ешкім білмейді деп сендіреді.
Жолда Лесли қазбаны алып, өліктерді орманға тастайық дейді. Бұл Эмилимен тағы дау туғызады. Лесли оны тастап кетемін деп қорқытады. Эмили кешірім сұрап, қалуын өтінеді. Сол кезде кенеттен қап ішінде біреу қозғалады, бірақ есінен айырылған әйелдер байқамайды. Көп ұзамай топ көлге жетеді. Өлікті кіші қайыққа тиейді. Содан кейін Эмили мен Лесли судың ортасына қайықпен жүзіп, өлікті суға тастайды. Олар мінсіз қылмыс жасадық деп ойлайды. Бірақ фильм соңында Ан судан шығады. Ол әлі тірі екен. Бұл өлтірушілердің әділеттен құтылмайтынын көрсетеді.